Сәлем достар, сіздермен бір жасағаннан хрустящий болып шығатын чак-чак істейтін боламыз. Ал менімен бірге болыңыздар. 2 жұмыртқамызды салып, үстінен шым-шым тұзымызды салып, жақсылап аппақ масса болғанша араластыратын боламыз. Сұйық массамыздың үстіне ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Бірінші шаншықшының көмегімен осылай араластырып, екінші қол көмегімен жақсылап жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымыздың басы біріккенше жақсылап илейміз. Қамырымызды илеп 10-15 минутқа демалтыруға жіберетін боламыз. Бетін жауып, тұндыруға қойып қоямыз. 10 минуттан кейін қамырымызды алып, ұнымызды себіп, жақсылап қамырымызды жаятын боламыз. Достар, ұн сеуіп жайыңыздар. Менде мына жерде қамырым жабысып қалып жатыр. Ұным аз болып қалған. Осылай жақсылап жайып, жұқа қамыр керек болады бізге. Қамырымызды дайындап, осылайына жайып аламыз да қамырымызды кесіп бастаймыз. Осылай 3 бүрішті бөліктерге бөліп алдым. Сіздер басқа формаға сасаңыздар да болады. Осылайынан қызып тұрған майымыздың үстіне салып, жақсылап екі бетін араластырып, аз-аздан салып, араластырып қуырып алатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Алғашқы видео сіздерге көрініп тұратын болады. Қазақ контентін қолдап жіберейік. Екінші рет көрсетейін сіздерге, және азғантайдан салып, жақсылап араластырып, екі бетін бірдей қылып араластырып отырып пісіретін боламыз. Өйткені екі беті де пісу керек бізге. Осылайынан тимей қалған жерлерін осылай тегізіп пісіріп алыңыздар. Бізде сарғыш қызыл болып шығу керек. Міне, примерно осындай болады. Осылай барлығын пісіріп алып, суығаннан кейін сгущенный молокомызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін дайын болған чак-чагымызды тарелкаларымызға салып ұсынсақ болады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.